Неге біз күзде 10 градуста қатып үсіп әрең жүреміз да, көктемде 10 градус десе, күн жып-жылы екен деп шешініп тастаймыз. Бұны әдетте жай ғана психологиялық құбылыс деседі. Яғни жазда жылы күнге үйреніп қалып, суықты қиналып қабылдаймыз. Ал көктемде керісінше суықты еңсеріп, 10 градустың өзіне де тәуба дейміз. Дұрыс па? Бәрі біз ойлағандай қарапайым емес. 2000 жылы Жапонияда бір зерттеу жүргізілген. Бір топ әйел жыл бойы аяғын түгел жабатын ұзын белдемше киіп жүрген. Ал екінші топ керісінше жыл бойы қып-қысқа белдемше киген. Кейін ғалымдар әйелдердің аяғына МРТ жасап тексергенде, бұтын ашып жүргендердің аяғында жаңа май қабаты қалыптасқанын байқаған. Бірақ бұл біз білетін семіздік майы емес. Ол сырт көзге білінбейтін қоңыр май. Оның басты функциясы жылу сақтау. Ол әсіресе жаңа туған нәрестелер мен қысқы ұйқыға кететін аңдардың ағзасында мол болады. Адам қартайған сайын оның жиналу жылдамдығы бәсеңдейді. Сол себепті де үлкен кісілер әдетте тоңғақ келеді. Адам салқын ауа райында, әрине боғыңмен бірге қатып қалатындай салқын ауа райы емес. Адам жүре алатындай есі дұрыс салқын ауа райында неғұрлым көп жүрсе, бойында соғұрлым көп қоңыр май қалыптасады.